Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Пазл ТВ арнасы. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк баса кетсеңіздер біз үшін үлкен қолдау болар еді. Бүгін сіздерге 7 дни атты өте ауыр фильмді айтып беретін боламын. Әр әке баласы үшін барлығын жасайды, кек алады. Бүгінгі видеода сол туралы болмақ. Ендеше сіздермен бірге Зулия, мен видеоны бастаймын. Хирург Бруно Хемель Драмануэльде отбасы әйелі Сильвия және 8 жасар қызы Жасминмен бірге тұрады. Жасминнің жақын арада болатын туған күніне дайындықтары жүріп жатыр. Ол өзін ересек ретінде санайды. Ол мектепке бармас бұрын туған күніне шақыруларды таратпақ болады. Қарбалас күннен соң Бруно ұйықтап қалады. Ұйқысынан тұрса сыныптасы үй жұмысын қызға әкелгенін айтады және де оның сабаққа келмеді дейді. Бруно қызды уайымдап полицияға хабарласады. Полицейлер қыздың денесін парктен тауып алады. Қылмыскер қызды зорлап, сосын өлтірген екен. Бірнеше күннен соң детектив Меркурий қылмыскердің ұсталғанын хабарлайды. Қылмыскер 30 жастағы Энтони Лерман екен. Бруно қылмыскердің жаңалықтардан мәз болып бара жатқанын көріп, бұған ашуланып кек қайтармақ болады. Ол әйеліне ештеңе айтпай қала сыртынан үй жалдайды және де керекті заттарды дайындайды. Ол қылмыскерді алып қашу үшін дайындалады және де бірнеше адамдар жалдайды. Солай қылмыскерді түрмеге алып бара жатырған кезінде полицейлерді талдырып, қылмыскерді ұрлап әкетеді. Қылмыскерді талдырады және де үйге әкеледі. Энтони есін жиса жалаңаш әрі байлаулы екенін көреді. Ол Бруноға қызының өліміне қатысы жоқ екенін айтып ақталады. Сосын Бруно қолына темір алып, оның денесінен ара бастайды. Сосын қолына сусын алып, оның қиналғанына қарайды. Бірнеше минуттан соң Бруно Энтонидің ойына және екі қолын артқа байлап іліп қояды. Энтони тек бір аяғымен ғана тұрады, екінші аяғы ауыратын еді. Солай ол бір орында ыңғайсыз болып тұра алмай қиналады. Бұл уақытта детектив Меркурий Бруноны іздеуде. Ол Сильвиядан сұрайды. Оны тергейді, бірақ та бұдан ештеңе шықпады. Әйел ештеңе білмейтінін айтады және ол өзінің күйеуінің бұлай жасауы мүмкін емес дейді. Детективтің көмекшілері камера арқылы ұрлықтың қалай болғанын қарауға тырысады, бірақ та ештеңе де таба алмады. Ал бұл сәтте Энтони үшін қиналудың екінші күні болатын. Ол Бруноның бетіне дәрет сындырғаннан және аяғын тепкеннен оянып кетеді. Ол Жасминді өлтірмегенін тағы да айтып ақталады. Бруно оған сенбейді. Ол Энтонимен кездескелі сөйлеспеген еді. Сильвияның телефонына Бруно хабарласты. Осы сәтте оларды детектив бақылап отырған еді. Бруно әйеліне қылмыскердің тізесін сындырғанын және әрі қарай не істеу керек екенін сұрайды. Сильвия оған үйге қайтып және бұл түсті таста дейді. Бірақ Бруно одан кек алам дейді. Детектив осы сәтте қосылып, оның өз еркімен беруін талап етеді. Бруно оның қызының туған күні болатын күні оны өлтіретінін айтады. Жігіт үйге келіп, қылмыскерді тағы да іліп қойып, қылмыскерді қамшымен соға бастайды. Қылмыскер есін жоғалтқанда ғана Бруно тоқтайды. Энтони есін жоғалтпас бұрын өзінің кінәсін мойындайды, бірақ та қызды не үшін өлтіргенін түсінбейді. Бруно жаңалықтардан Сильвияның сұхбатын көреді. Ол екеуі қатты ұрсысады, бір-бірін кінәлайды. Бұдан кейін Бруно қылмыскерге қайтадан келіп препарат егеді. Жігіт қозғала алмайды, бірақ та есін біледі. Бруно оның пышақпен денесін кесіп, ішкі құрылыстарын шығарып тастайды. Келесі күні қылмыскер есін жияды. Ол жігітке Жасмин бірінші қыз емес және одан бөлек 3 қызды солай қорлағанын айтады. Жасминді қалай зорлағанын айтып жатқан кезде Бруно бұны тыңдағысы келмей, оны тұншықтырып тастайды. Бірақ та өзін тоқтатады, себебі ол ондай оңай өлімге лайық емес еді. Бруно осыдан кейін детективке соғады. Оның әйелін 3 ай бұрын өлтіріп кеткен және Бруно бұған қалай шыдап жүрсін дейді. Қылмыскер түрмеде жай ғана оңай құтылуда дейді. Детектив Бруноның хабарласқан жерін тауып келеді, бірақ та ол қашып үлгерген еді. Ол телефонмен сөйлесу үшін басқа да үй жалдаған екен. Телевизордан Энтони зорлаған қыздардың ата-анасынан сұхбат алады. Бұл туралы да Бруно полицейлерге айтқан екен, бірақ та ата-аналар Бруноның ісін дұрыс емес деп айтады және оның берілуі керек дейді. Бруно бұны естіп жынданады. Сол түні Бруно ата-аналарының біреуіне барады. Оны ұстап талдырып үйге әкеледі. Бруно әйелге Энтониді көрсетеді және де қолына темір беріп, қылмыскерден кегіңді ал дейді. Бірге қамап кетеді. Бірақ та ол қайта есікті ашып келсе, әйел оған ешнеме істемеген екен. Олар сөйлесіп отырғанда әйел оны кінәлағанда, Бруно оны соғып талдырып, мусор жәшігіне әкеліп тастап кетеді.
таңертеңгісін Бруно өзінің қызының елесін көреді. Қыз оған ештеңе айтпай жай ғана бетіне қарап тұрады. Ол қайтадан қылмыскерге келіп бірінші рет сөйлейді. Ол Энтониға келіп, қызы бүгін 9-ға толуы керек еді дейді. Сосын ол Энтониді босатады. Оны өлтіре алмайтынын түсінеді. Ол өзінің өлтірмек болады. Бірақ та детективтің дауысы оны тоқтатады. Оны ұстап өз еркіңмен беріл дейді. Ол өз еркімен далаға шығып беріледі және де қылмыскерді өлтіре алмағанын детективке айтады. Бірақ істегені үшін өкінбейтінін айтады. Бір өкініштісі, бұндай жағдайлар шынайы өмірде де болып жатады. Фильм туралы өздеріңіздің ойларыңызды жаза кетіңіздер. Арнаға тіркеліңіздер. Сіздерден үлкен қолдау болар еді. Баршаңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.